Барлықтарыңызға сәлем. Мен сіздерге бүгін осындай өте әдемі, оңай 5 минутта жасайтын сақадан үйрететін боламын. Ол үшін бізге бар болғаны 3 түсті бисер керек болады. Жасыл және де қара, 2 қара, сосын 2 қызыл түсті бисер керек. Сосын біз 50 сантиметр леска алатын боламыз. Енді мен бір қызыл, сосын 3 жасыл түсті бисерді салдым. Енді біз ең шетінде тұрған 2 жасыл бисердің ішіне оң жақтағы лесканың соңын кіргізетін боламыз. Кішкене тартамыз, сосын лескалардың соңын бірдей қылып қоямыз. Сосын біз оны тарту керекпіз. Бізде осындай болып шығады. Енді біз 2 дана жасыл бисер салғаннан соң оң жақтағы лесканың соңын сол 2 жасыл бисердің ішіне кіргізетін боламыз. Енді біз мына жерде қызыл түсті тұрған бисердің шеткі жағына 4 дана жасыл түсті бисерді салатын боламыз. Енді сол лесканың соңын осы қызыл мен жасылдың ішіне кіргізетін боламыз. Бірінші қызылға, сосын жасылға. Енді сол лесканың соңын мына жақтағы ортасында тұрған 2 бисердің ішіне кіргізетін боламыз. Тартамыз. Сосын біз қара 1 дана бисерді салатын боламыз. Бұны ішіне кіргіземіз. Сосын мына жерде 4 қалады. Соның 4-еуінің екеуіне 2 жасыл бисердің ішіне сол лесканың соңын кіргізетін боламыз. Енді біз сол жақтағы лескаға 2 дана жасыл бисерді салдық. Енді біз оң жақтағы лесканы сол 2 бисердің кіргізетін боламыз. Тағы да бір рет осылай қайталайтын боламыз. Біз енді үсті жаққа қарап тұрған лесканың соңына 1 қызыл мен 1 жасыл түсті бисерді салатын боламыз. Енді біз асты жақтағы лесканың соңын соның ішіне кіргіземіз. Енді бізде осылай болады. Енді үсті жақтағы лесканың соңына 4 дана жасыл түсті бисерді салатын боламыз. Енді сол лесканың соңын, мынау лесканың соңын, мына жақта 2 тұр ғой, 2 жасыл түсті бисердің ішіне кіргізетін боламыз. Енді сол лесканың соңын мына жақта ортасында тұрған 2 жасыл түсті бисердің соңына кіргіземіз. Ішіне кіргіземіз. Енді біз 1 қара дана жасыл бисерді салатын боламыз. Енді сол мына жақта 4 дана бисер қалады ғой. Соның екеуіне 2 жасыл бисердің ішіне кіргізетін боламыз. Бізде осындай болып шығады. Енді үсті жақтағы лесканың соңына 2 дана жасыл бисерді саламыз. Сол 2 дана бисердің ішіне астында тұрған лесканың соңын кіргізетін боламыз. Сосын тағы да солай қайталаймыз. Үсті жақтағы лесканың соңына 2 дана жасыл бисер саламыз. Сосын асты жақтағы лесканың соңын сол 2 бисердің ішіне кіргізетін боламыз.
Енді біз осы қолымыздың пішініне қарай соңына дейін жасайтын боламыз. Енді біздің қолымызға тиіп тұрса, жасағанымыз қалаған екі лесканың соңын біреуін алып, ең бірінші салған екі бисердің ішіне осы лесканы кіргізетін боламыз. Екіншісі. Бізде осындай болады. Енді екінші пустой қалған лесканың соңын осы екі бисердің ішіне қайтып кіргізетін боламыз. Міне біз тартамыз. Тартқан кезде бізде өзімен өзі домалақ пішінді болып шығады. Біз енді бұны бір-екі рет байлаймыз. Сосын біз оны қырқамыз. Қырққаннан соң олай істеп қоюға болады. Әдемілік көріну үшін. Сонда бізде осындай өте әдемі, сүйкімді құрбақалар шықты. Бұны сіздер 5 минутта жасатыңыздар. Енді сіздерге менің видеомнан лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің жаңадан шыққан видеоларымнан қалып қалмас үшін подписаться етіп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Сау болыңыздар.